Бүгін халықаралық медбикелер күні. Бұл мерекенің 12 мамырда атап өтілуі бекер емес. Дәл бұл күні осы саланың негізін салушы ағылшын медбикесі Флоренс Найтингейл өмірге келген. Ол Қырым соғысы кезінде тұңғыш болып мейіргерлер қызметін ұйымдастырған. Сондықтан халықаралық мейірбикелер кеңесі осы даңқты елді мәңгілік есте қалдыру мақсатында атаулы күнді жариялаған. Денсаулық сақтау саласында 49 жыл бойы ерекше мейрам ретінде тойланып келеді. Тек биыл елдегі індетке байланысты атаулы күн телефон желісіндегі құттықтаумен шектелуде. Тақырыпты тілші Гүлфани Ерсайын тарқатады. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Мерекелеріңізбен бүгінгі. Номер 2 Атырау облыстық ауруханасының медбикелері Гүлжанар мен Дана. Олар 27 наурыздан бері отбасынан алшақта қонақ үйде тұрып, күн сайын жаман індетті жұқтырған науқастарға жәрдем беруде. Барып сұхбат алу мүмкін болмағандықтан, осылай онлайн режимінде мерекемен құттықтап, халін сұрадық. Біз осы номер 2 ауруханасында 27 наурыздан бастап жұмыс жасап жатырмыз. Осы елде жағдай бойынша основной госпиталь. Біз апта жұмыс графикте жұмыс жасаймыз. Апта сайын мен ауыстырып отырамыз. Және де жұмыс жасап болғаннан кейін апта болып дегеннен кейін чисті зонаға барып киімімізді ауыстырып, өзіміздің чисті киімімізді киіп, жаңағы орналасқан гостиницаға, жаңа гостиницаға барамыз. Біздің киім ауыстырған кезде, киім киген кезде аға медбикелеріміз хабарлап отырады. 20 шақты медбике жұмыс жасап жатырмыз. Медбике байланысты енді осы больницада, осы ғимараттың ішінде өзімізге көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, бір-бірімізді құттықтау үстіндеміз. Енді бәрі артта қалады. Келесі жылы өткізерміз. Кейіпкерлеріміздің әр минуты мен секунды санаулы. Биылғы мерекенің жөні бөлек. Жақанды жаулаған кеселмен күресіп, жанын шүберекке түйген науқастарға кезекті екпесін салуға асығыс. Жас мамандардың бұл қызметі ерлікпен пара-пар. Дәрігер күрделі әрі жауапты маман. Әсіресе медбикеге жүктелер міндет ауыр. Өйткені науқас күтімінің 80% дәл осы мамандарға жүктеледі. Саламатсыз ба? Қызуың қанша екен? 36-да 4. Қазіргі елімізде карантин жағдайына байланысты басымызды шапты киеміз. Мен осы емхананың бас медбикесі боламын. Мерекелеріңізбен. Сайлау қызымын. Масканы киеміз, содан кейін бар халатымызды киеміз. Әлгі емханамыздың ішкі қызметін таныстырып өтейін сізге. Осы салада қызмет еткеніңізге қанша жыл болды? Салада қызмет еткеніме. Аха. Я, бұл 4-ші емханада қанша медбике бар бүгінде? Бүгінде 107 медбикеміз бар. Аха. Бүгінде жатқан. Соның енді қазір 150 іште жұмыста. Әр салада қызмет етіп жатыр. Қызметкерлер әр салада қызмет етеді. Атап айтқанда акушеркалық салада, патронаждық салада, учаскелік блок саласында, төменгі медициналық көмек көрсету КДО саласында медициналық қызметкерлердің көрсететін қызметі өте көп. Қазіргі таңда ардагер медбикелерімізде бар. Карантин кезінде қызметін тоқтатпай халыққа көмекті дер кезінде ұсынып жүрген орындардың бірі Балықшы ықшам ауданындағы номері 4-ші қалалық емхана. Райгүл Қарабасова бала кезде мейірбике болуды армандаған. Содан да болар ол өз ісін шексіз сүйеді. Бойындағы жауапкершілігі мен мұқияттылығының арқасында бас медбике лауазымына жеткен. Жалпы бұл қызметке келген маманның мінезі де өзгереді деседі ол. Адаммен тіл табысуды, мейірім төгуді, адамға жылы шырай танысып сөйлессең, адам саған солай жауап береді. Сондықтан ең бірінші медбикенің бетінде, жүзінде күлкі, мейірім болу керек.
соны мен басқа артымда келатқан медбикелерге үнемі жиналыс болған сайын үнемі айтып отырамын солай. Бас медбикенің айтуынша соңғы жылдары денсаулық сақтау басқармасы тарапынан мейіргерлерге ерекше көңіл бөлінуде. Індет елге жеткенше шетелге шығып біліктілікті арттырыпты. Финляндия барып келді, Польшаға барып келді, семинарға қатысып білімдеріне білім қосып келді. Соның өзі, мысалы, облыстық денсаулық сақтау басқармасының бізге жүргізіп жатқан қолдауы деп білеміз. Сонымен медбикелер қазір көп салалы. Бұрын тек қана дәрігерлердің ғана бұйрығын орындауымен келді ғой, совет заманында. Қазір заманда көп істеріне өзі мана медбике тек қана ең бірінші негізгі мақсаты адам денсаулығын қорғау, тиянақты ісін көрсетіп, білімді екенін дәлелдеп, халықтан алғыс алу. Тек қана халыққа налғанда да тиянақты ісінің білгір маман екенін дәлелдеу. Заманда. Соған сай қаншама медбикелеріміз бар жұмыс жасап жатқан. Қазір облыста 4000-ға жуық мейіргер бар. Олардың өлшенбес еңбегі қашанда құрметке ие. Гүлфан Егерсайын, Қуаныш Құдайберген, Тілек Қабыл Ғұмар, Атырау арнасы.